Ассалаумағалейкум достар, сәлеметсіздер бірге мен Ажар. Сіздер қаларыңыз қалай? Бүгін біздер Майнкрафттан выживание ойнайтын боламыз. Сіздер көп күткен шығарсыздар выживанияны. Менің арнамды көп күткен шығарсыздар. Яғни достар, мен видео түсірмегенім себебі онлайн сабақ бәле болды. Сондықтан мен қазір сабағымды кішкене біттім. Енді оны қазір сағат 2-де онлайнға кіремін жалпы. Содан кейін видеомды аяқтаймын. Сол онлайн мектепке кіргеннен кейін жалпы сағат 2-де ровно 2-де кіремін. Міне біздікі қазір қосылғасын. Достар, бұл шынымен де не? Выживание қазір қосылғанша мен паузаға қоямын. Достар, міне менікі выживанияға қойылды. Төбесіне қараңыздар, Майнкрафттың міне хабым тұр. Көріңіздер ме? Міне хабым тұрған, мен қызыл. Сол хабым жүректер. Сол хабым. Сіздер бұны трошки деп ойлағамаңыздар. Так, арғы жаққа барайық. Арғы жаққа міне орысша қой саламыз. Мына жақта ағаштар көп. Осылай. Қазір мен бұны сындырып болғаннан кейін оралатын боламын. Оған пауза. Міне біз сындырдық, 20 ағаштан. Оның бәрін былай полностью сындырған жоқпын, өйткені не уақыт тез өтіп кете ма деп, қараңғы бағата ма деп ойлап, сондықтан көп ағаш сындырмауды шештім. Міне қазір біз осылай қара блоктан осыны өйтіп қанша. Қара блоктан жалпы енді кәдімгі біз мына блокты осы ағашты бастап сіздер неге бұл ағаштардың бәрін сындырып жатсыздар десеңіздер, бұған үй салын, үйде блок жетеді ғой десеңіздер, мен жер астына үй салып жатырмын. Жер астына мына осы қара блокты қоям, ал шейіттеріне мына нені қоямын. Жер астына достар, әйттіңіздер, мен көктемек үйге өтіп жалпы мен өзім отқанмын осы өзіміздің ойқайды жалпы короче өздеріңіз білесіздер, бұл жақта отқан жоқ. Міне о, алма ош. Ах, мә тиіп жатыр ма достар, түкіріп жатыр маған. Ал басты ош, су бар екен мына жақта, мен су жоқты көресің. Болдым, үй салып. Так, мен жарықты, ой, менде жарық шығаратын жоқ, достар, менде жарық шығаратын жоқ. Болды. Мынаны қара. Достар. Достар, аңғыраңыздар, мен не көрдім? Кеттім, мен соған барайын. Достар, мен ойбайш, кеш батып бара жатыр. Достар, мен қазір пауза қойып алайын. Ой, қазір мен пауза қоятайын. Достар, мынаған қараңыздар. Мен не таптым? Ах, өртен жатырмын. Қараңыздар, золотой зат таптым мен, золотой. Екен золото таптым мен.
Мен осы жерді бірінші рет көрдім. Ой, екінші рет көрдім. Өткенде бір досыммен ойнап жатқан кезінде осы выживанияны ойнағанда осындай затты көрген болатынмын. О, сундуктың ішінде бір зат бар. Сундуктың ішінде бір зат бар. Ё-моё! Мынаны қара. Достар, мынаны қараңыздар. Мынаны біреу ерігіп отырып салған секілді ғой, иә. Осы сундук сындырып алайын. Бамп. Достар, мен үй салып алайын қазір. Кішкентай үй саламын. Достар, мен ананы тауып алдым. Енді маған кирка керек. Енді ол кирканы маған жасау үшін не керек? Тас керек. Оп, болды. 3 верстак. 4 верстак жасап алдым. Тоқтаңыздаршы. Міне біз жасадық. Так, енді достар, бізге верстак керек. Бұл верстакты аламыз да ана жерге қойып кіреміз. Верстакқа енді мұны жасау үшін бізге факел шыналар керек. Ал тас жасау үшін жал. Тас, қайда тас. Тек. Достар, міне бізде таң атты. Мен таң атқанын көп күттім.
пауза. Достар, мен выживанияны ойландым. Ойландым дегенде шынымен ойландым. Мен выживаниядан көшіп енді трошкиға көшетін болдым. Әр не сайын бүйтіп көшіп тұрамыз, біз үй салуға қызмет үй саламын. Үй саламын қазір мен трошкиға ауысамын. Басқа неге ойын ететін боламын, осатын боламын. Достарым, міне мен трошкиге ауыстым. Енді мен қазір бесконечныйда ойнап жатырмын. Андай плоский деген жолды білесіздер ма? Мен соған нетпеймін. Қазір мен үй салатын боламын. Осы жақтан Майнкрафттан өзім үй салатын боламын. Так, мен есіме түсті. Так, мен өзім үй құрастырамын. Так, мына керек бізге. Және де бізге так көк бетон қайдан, міне көк бетон керек, және де мынау бетон керек. Бетон. Және де терезеден бізге осы ақ керек. Осы керек. Камин керек бізге. Камин. Одан кейін бізге так не керек еді, ұмытып тұрмын. Жоқ, тағы да бізге тас шифр керек. Өзім үй салатын жалпы. Үй салатын. Міне, осы жаққа мен салатын болым, жоғарғы бетіне осы мына қапталын салайық, міне. Осы қапталын салайық, кеттік ендеше. Біз бірінші міне осы жақтан камин саламыз. Осы жақтан камин саламыз. Камин. Одан кейін бұлайынан саламыз да. Мынаны бұлай осылайынан саламыз. Ой, жоқ. Достар, мен қазір түзу жолға шығып олайыншы, түзу тап-таза жолға. Міне. Ошына ағаштарды кім салған? Мерді біреу ойнаған ба дейі. Аңырыңыздар, араның есі. Ош, жетелеріңнен тауғансың ғой, достар, аңырыңыздар. Аңырыңыздар, достар. Бой. Жетелеріңнен тауғансың ғой. Дай осының қасына соғамыз ба еді. Осылар тағын қалдырып. Ошақтан салайық. Міне. Біздер тастарды осылайын, ой, каменді осылайын салып шығар. Ой, камен қазір. Осылай каменді салып шығастар осылайын. Міне. Міне. Осылай. Міне. Сіздер осылайынан қоршап шығасыздар. Міне, мен де қоршап шығам. Біреу, екеу, үш блоктан қойсыздар. Үш камен қойсыздар осылайынан. Үш камен қоймасаңыздар, өздеріңіз біліңіздер, 4 камен қойсыздар. Бірақ үйлеріңіз төмен болып кетеді. Сондықтан осындай 3 блоктан қойыңыздар. Мен 3 блоктан қойымын. Достар, не себептен сен осы үй салып атсың ба, сен мен каменді саламын да, оның ішіне кішкентай емес, дәу үй саламын. Қазір өздеріңіз көресіздер, қандай салатынымды. Өздеріңіз көресіздер. Мен жалпы қазір сабағым басталса, соны тез оқып тастаймын.
Бағана далаға шығып қазір оны көрдім. Себебі далада бір бала жоқ. Ешкім жоқ. Жұмысқаннан видео түсірейін деп шештім. Мен видеоның үстінен көп күттіңіздер ме? Видеоны көрулеріңізге мен сағындыңыздар ма? Режер оралдым. Достар, міне біз осылай да салдық. Достар, міне. Енді біз қазір бұның төбесін жабатын боламыз. Қазір төбесін жапқаннан кейін оралатын боламын. Достар, міне мен үстін жаптым. Енді қазір біз міне ана жақта бүйтіп саламыз міне. Бұлай және де осылай. Бұлай. Ой. Достар, мен шатасып кеттім жалпы. Не? Осылай. Одан кейін біз міне осыдан міне осылайна жетелерін кішкене ана жетелерін үйренген. Солардан ескертетін енем, сол жетелердің көздерін өздіру үшін әдейі осылай салып жатырмын. Енді жетелердің көзін өздіру үшін емес, лайк салып жатырмын. Выживаниедан кирка жасап, әртүрлі заттар жасап, выживаниедан үй салып, сөйтіп выживаниедан ақырын дамимыз. Айтпақшы достар, мен бөлігін ұмытып кеттім. Сіздер лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Подписаться деген қызыл кнопка бар, соны басыңыздар, өтініш. Сіздер үшін осы осы үйді салдым сіздер үшін тұрсын достар. Сіздер маған бір рет болсын лайк баспадыңыздар. Сондықтан басыңыздар, мен сіздерді көп күттім. Мені сағын қалмады ма деп, және де неттім, видео түсіру шештім. Сіздер маған бір рет болсын лайк баспадыңыздар. Лайк басып жүріңіздер. Достар, мен қолдап кетіңіздер. Сіздер үшін тырыстым. Сіздер үшін осы үйді салу үшін еңбектендім. Көп еңбегім кетті. Сабағым басталғанша, тұрсүйім жыртылғанша сіздермен ниеттіп үй салуды шештім. Сіздер осыны көріп отырып лайк баспайсыздар. Достар, осылайынан саламыз міне осылайынан. Сіздер енді осы видеоға лайк баспасаңыздар, білмеймін. Мен сіздер үшін қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде до конца зарядкам біткенше сіздер, сабағым басталғанша сіздермен видео түсірдім. Зарядкам біткенше. Көрдіңіздер ма? Зарядкам қанша қазір? 19 көрдіңіздер ма? Сіздер до конца сіздермен зарядкамды бітіріп сабағыма енді қатсам ғой, сабағымды оқимын. Көрдіңіздер ма? Сіздер үшін көбісіне дайындалдым. 1, 2, 3
мынадан да 3 қоясыздар. Өзіңіз ойлайсыздар, жалпы сіздердің қалауларыңыз ғой бұндай ойлайсыздар. Мына үйге енді лайк баспасаңыздар, білмеймін енді. Осы видеоға лайк баспаған адамның қолсыз деп айтпаймын мен, достар. Құдай сақтасын, бірақ біреудің бір жері нетіп, сондай жазалап адамдарды сөйтіп, адамдарды жазалап сөйтіп жүресіздер ғой ютубта. Сол кезде сол сол жазалағандарыңыз өздеріңізге келуі мүмкін. Мысалға, мен біреуді жамандап, сол маған келіп қалып, мысалға, сіздер мысалға біреуді жамандайсыздар, мысалы сіздер емес, просто айтып отқанымда, біреуді жамандап кетіп, ұрысқап, солармен бір бөлек дейсіздер ғой, қолдарын етсін, аяғын етіппесін деп жамандап, сөйтіп нетіп, ол өздеріңізге келеді. Сондықтан мен сіздерді ешқашан жамандамаймын. Сіздерге ешкім тиісіп жүр ма? Тиісіп жүрсе айтыңыздар, маған әтәт қылам. Талпа болар мен өлемін. Ана менің осы Арнұр деген досым бар. Арнұр, аты Арнұр. Сол бала сіздерге тиіскен адамды, сол сіздерге жалпы тиіскен адамды сол Арнұрмен барып шашып бөлемін. Неге дейсіздер ма? Себебі подписчиктерімді қорғаймын. Кімге тиісіп жүр айтыңыздар. Қай районда тұрады айтыңыздар. Достар, мен сол Арнұр деген досым айтайын. 7 сыныптың ба? Сондай баланың, 7 сыныптың баласын жаңын сындырып жүрген. Яғни жаңын сындырып жүрген. Енді оны нетіп тастағанға менде жалпы төбелескен сонымен Арнұр деген досым кеттім. Арнұр деген досым өзі 10-да, ойлаңыздаршы. Өзі 10-да. 7 сыныптың баласын ол сындырып жіберген. Көрдіңіздер ме? 7 сыныптың баласын отатты оны. Кейбіреуі сол 7 сыныптың баласы сындырғандарына жаны ашып кетеді. Мен досым ешкімге аямайды, любойына шығып. Көшеде кім тиісті соны аямайды. Өткенде біз сіздерге бір қызық айтып берейін мен. Өткенде мен достарыммен жүргенбіз ғой көшеде. Сол кезде бір орыстар келген ғой. Одан Арнұр досым айтқан. Не көттер қышып келе бересіңдер. Болды ғой, қойсаңыз, келе бермесеңіз, Құдай алсыңдар деген ғой. Одан ана бала чо деген ғой. Одан кейін тұрады ничо. Короче, ничо деген төбелесіп бастап кеткен ғой. Сол балаға Арнұр бір бәле деген ғой. Одан ана бала жынданып кетіп екеу Арнұр екеу қырылысқан ғой. Одан Арнұр деген досым жеңіп кетеді ғой. Екеу тұрады. Анау Арнұр деген досым өзі біреу. Ал анау осы өзі жаңыз екеуден. Анау жалпы өз жаңыз біреу. Ал мен достарыммен жүргем. Сол Арнұр деген досым сола шашып таңып ойлаңыздаршы. Таң қалған соңын жақты таталы. Достар, қазір мен осының шифрын жауып болғаннан кейін сіздермен ойлайтын болдым. Яғни шифрын жапқанда емес, қазір көресіздер өздеріңіз. Достар, мен шифрын жасап жатырмын. Міне, мына жаққа қазір осы. Міне, сіздер біреу, міне осы жақтан жасайсыздар. Міне осылай қазір көрсетіп жіберейін. Міне осылайдан так, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау қоясыздар. Енді міне осылайынан қоясыздар. Міне осылайынан қоясыздар. Енді мынаны былайынан. Міне осылай. Міне осылай қойдық. Міне осылайынан қойдық біз.
Енді қазір өздеріңіз де көресіздер. Міне мына жақтан. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау қоямыз. Міне былай. Осылайынан. Міне. Міне достар, осылай саласыздар сіздер. Мен де осылай салам, менен бірге қайталаңыздар. Жалпы сіздер менікін аяғына дейін көрмей кетіп қалдыңыздар, иә? Мен бірақ осы үйді салыптыз. Қазір мен сағатты көрейін. Бәрі 18 дейді. 18. Бір жарымға дейін үлгеретін шығармын. Жалпы 2-ге дейін үлгеретін шығармын мен онлайнға, иә. Осы достар, мен видео шығармаған себебім онлайн сабақ. Модел уже кімнің қарны ішті достар онлайн сабақ. Айтыңыздаршы. Осы онлайн сабақ неге? Онлайн сабақ деген шығарады деймді. Адамдардың қанышы болмайтын тапсырма береді. Біз уже еще бізге апай түсіндірмейді ол қалай істеу керек екенін. Былай істеу керек па, былай істеу керек па түсіндірмейді біздің апайларымыз. Міне осылайынан осылай қойдық. Мен андай ойлаймын да, типа андай адамдар типа маған лайк баспай көреді, типа мен күшті заттар жасап беремін, сондай адамдар лайк баспайды. Сондайға неге лайк баспайтын білмеймін, бірақ өздерінің қалаулары сондайларды бірақ білмеймін да мен. Міне осылайынан достар. Лайк баспайды, видеоны көре береді, бірақ қызық. Одан кейін ол видеоны көріп болғаннан кейін адамдар соны қайталайды. Лайк баспайды, бірақ соны қайталай береді. Мысалы мен үй салып жатсам, біреу менің видеомды көрмей аяғына менің видеомды көреді, бірақ соған лайк баспай ойлаңыздаршы. Соған мысалға біреу лайк баспай көреді, көрдіңіздер ма? Соған мысалға біреу лайк баспайды. Кейбір адамдар лайк баспайды. Осылай. Маған жалпы подписчик жинап мен дами беру керек. Достар, сіздер ойлатқан шығарсыздар, сен жай ғана
видео түсіресің, жағына Майнкрафт қана түсіресің, одан басқа ойын жоқ па дейсің. Достар, мен осы ойнауға уақытым жетпейді. Жалпы мен осы Майнкрафт жалпыны Майнкрафттан басқа ойындарды ойнай аламын. Және сіздер ойын түсіре береді дейсіздер, иә? Мен ойын емес, жақында влог та түсіріп беремін. Жақында осы влог түсіріп, достарыммен шын өмірдің кәдімгі влог түсіреміз біз достарымызбен, яғни достарымызбен жалпы Заброшкаға кіретін боламыз. Заброшканы не екенін білесіздер ғой, қорқынышты деп. Соған біз кіреміз. Сіздер соған лайк басып отырыңыз. Енді соған лайк баспасаңыздар, онда білмеймін, онда видео шығармай қоямын сіздерге. Видео шығарам, бірақ сіздер лайк баспасаңыздар, білмеймін қалай лайк баспайсыздар деп. Соны білмеймін. Сол жақында видео шыққанда Заброшка жалпы қорқынышты, ода ненің белгісі бар екен, сіздер әзірге білмейсіздер, иә? Ненің белгісі бар екен. Біз сол Заброшкаға кірген кезінде өздеріңіз көресіздер, ненің белгісі бар, ненің белгісі жоқ, ішінде біреулер бар ма деп. Сол жақтан біз паркур болып кіретін боламыз. Қалай дейсіздер ма? Жалпы паркур болып кіреміз. Өйткені есігінен біз секіретін боламыз. Есігінен секіреміз. Бұлай кірамаймыз өйткені. Жалпы өзімнің үйім бар ғой. Жалпы өзімнің есік алдым. Сол жақта тұрады менің жалпы қарама-қарсы көршім. Аты Шерали. Өз жаңыз тұрмайды, ол мамалар мен тұрады. Мамалар жұмыста болған кезінде біз ол жақта тұрып, біз тез шығып кетеміз. Жалпы тез кіріп кетуіміз керек біз. Сол үйге бірақ бізді ешкім көрмейді. Біз соған естіртпеуіміз керек біз. Мен камераны достарыма берем. Мен бірінші кіріп кетем. Одан кейін камераны аламын да, одан кейін достарым секіреді, одан кейін бәріміз сол Заброшкаға кіретін боламыз. Сіздер сол лайк басып отырыңыздар, Заброшка ойлаңыздар. Бізде жалпы бірақ Заброшка сол бір дегенде алыс жерлер дейді Заброшка бар, бірақ мен ол жаққа бармаймын. Ол жақтағы Заброшкалар, өйткені ол жақтағы қатты қорқынышты. Сондықтан мен ол Заброшкаға бармаймын. Жақында видео шығады, Заброшкаға барып, достарыммен көңіл-күйлерімізді көтеріп жүріп. Жалпы олар мен жан достарым, мен қасымда жүретіндер олар жалпы Тиас деген досым. Жалпы Тиас деген досым келе ма, білмейміз оны әзірге біз. Ол өз шешеді, жалпы Тиас деген досым өзі шешеді, оны келе ма, келмей ма. Сол досымыз келсе бәріміз кіреміз. Мен жалпы үлкендер кірмейді. Өйткені олар үлкендер неден қорқытып бізді жүреді. Жалпы мен одан кейін Расыл, одан кейін Арнұр деген бағана айттым ғой, мықты өсетін жігіт. Арнұр деген, одан кейін Яс деген досым. Солар бәріміз кіреміз. Бағана Арнұр дегенде айттым ғой, мықты өседі. 7 сыныптың баласымен төбелескен деп. Достар, сіздер оны фантазия деп айтпай қойыңыздар, ол фантазия емес, ешқандай. Ол шын өмірде төбелескен. Бағана айтқан олар өтірікші емес. Олар өтірікші емес жалпы.
міне осылайынан ой міне достар осындай бізде керемет үй болады. Өте әдемі. Шаршап кеткенсің ғой, жалпы жалығып кетесіздер Майнкрафт ойнай көріп. Сіздер мысалға ютубта бір заттар көресіздер ғой, кішкене Free Fire ойнап, либо болмаса Майнкрафт ойнап, сондай ойнай беріп ойындар жалығып кетесіздер. Сондай мен де жалығып кетемін, жалпы шаршап кетесіздер, андай қолдарыңызға андай не болады андай ой бір түрлі болып болады. Мен қазір жалығып кеттім Майнкрафт ойнай беріп. Зато сабақтарда бір надоело болды. Міне достарым, шифрды салып болдық. Бізде осындай шифр болды. Енді қазір мен аламында міне бірінші біз аламыздан міне мына жақтан бүйтіп бір екеу қазір көрсетемін. Осылай. Эй, кат, катыңды зомбилер мынандай болчу. Міне, біз қазір міне осылайынан міне осылай жасадық, міне жасадық осылай. Енді біз мына жақты өйстіп сындырамыз. Неге екенін мен жалпы осылайынан сындырамыз міне. Мә, осы зомбилар надоел өйткені зомбилардың ішсіз. Мен жалпы достар боқтамаймын, боғау сөздер вообще болады. Кейбір адамдар бар, ондай боқтайтын адамдар бар, кейбіреу көшеде адамдар боқтайды ғой, бұдан басталатын, содан басталатын шешеден боқтайтын адамдар бар. Ал мен олай боқтамаймын. Себебі менің кейбір балалар көшеде боқтайды. Менің жалпы достарым боқтайды. Олардың барлығы боқтайды арасында. Тек қана арасында мен боқтамаймын. Солардың арасында міне осы крипер кетсін. Кіресің крипер. По-любому қазір өздеріңіз көресіз. Міне достар, біз қазір үй салған. Осы үйді саламыз ғой. Сол кезде қазір өздеріңіз көресіздер мен. Одан кейін қалай салатынымды. Мынау гараж. Міне осылай міне. Ой. Ақымақ баламай деймін. Міне осылайынан салдық. Міне бұлайынан және де міне бұлай осылайынан салдық. Ортасына мынаны бұлайынан. Міне. Енді қазір
Çağman terledim şey ya. Осы үйдің өзін салғанды терлесің ода тау ше. Үйдің өзін салам деп терлеп кеттім мен ше жалпы. Неге дейсіздер ма? Өйткені ешқандай адам лайк баспаған үшін терлеп кеттім де. Мен осылайынан осылай үсней міне достар ниетімден сіздер менің осы үйді қайталаңыздар, өте керемет үй, өте күшті. Мен өзім салғанмын жалпы, міне ешкімнен қайталамағам. Міне енді бізге тағы не керек еді, ұмытып қалдым ше. Міне осы керек, міне осылайынан жалпы міне одан кейін міне достар, осындай үй. Видео әлі біткен жоқ, қорықпай қойыңыздар видео бітті деп. Видео бітпеді әлі. Мен достар бірақ үйдің ішін толтырмаймын, себебі не болады, менде сабақ бар. Осы сабақ бір нәрсе осы күніге сабақ. Достар, кімге онлайн сабақ надоел, кім сабақ оқып шаршап кетті, комментария жазыңыздар. Кім сабақ оқып шаршады осы. Мен жаман шаршап кеттім ше, өйткені андай неда адамдар апайлар болмайтын тапсырма береді, тата олар түсіндірмейді, одан кейін адамдар түсінбей қояды. Біздің апайлар сондай өзі. Осылай. Бұл үйдің достар екінші этажы бар. Екінші этажы қай десеңіздер, жалпы бұл 3 этажный үй болады. Оның өздеріңіз көресіздер, 3 этажный қай жақта екен. Міне мына жаққа міне осылай терезе қоясыздар. Міне осылай. О, асыл. Ки аяғыңа. Ки. Інім ғой мен. Інім.
Ей! Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Осымен видеоңызға лайк басыңыздар, арнама тіркеліп кетіңіздер. Мен қазір мына жағын өйстіп жауып тастайыншы. Кетші. Ей! Кетші, тарақан! Қыздар, мен мына жағын бір
істеп жіберейін. Болды. Осымен біздің видеомыз аяқталды, соңына жеттім. Міне выживание ойнадық, троски ойнадық. Сіздер лайк басыңыздар. Осымен біздің видео аяқталды, аяғына жетті. Пока-пока, чау, ауырмаңыздар. Сәлмен болған мен Алишер.